Құдық түбінен естілген дауыс оның өмірін өзгертті. Екінші бөлім. Құдықтың жанына адамдар көбейе бастады. Бірі таяғына сүйеніп келді, бірі қорасынан шыға салды. Бірі жай қызық көріп жетті. Тағы не болды? Зылиқа құдықпен сөйлесіп жатыр дейді. Жындының жыры ғой. Күлкі естілді. Ашық күлкі. Ұялмайтын аяусыз күлкі. Зылиқа ортада тұрды. Құдықтың жиегінен алыстамады. Қолы ербеңдеп біреуді шақырғандай. Тыңдаңдаршы, деді ол. Тек 1 минут. Әй, тыңдайық та, деді бір жігіт мысқылдап. Бәлкім құдықта сөйлейтін шығар. Тағы күлкі. Қабағы қатулы, жүзі суық. Мынау не масқара, деді ол. Ауылға күлкі қылдың ғой тағы. Зылиқа енесіне қарады. Көзінде өкпе де жоқ, ашу да жоқ. Тек шаршау бар. Апа, бала жатыр. Сен де тыңдап көрші. Енесі қолын бір сілтеді. Жетер! 10 жыл бойы балаң жоқты сылтау қылып, жынды болып біттің. Сол сәтте күйеуі де келді. Қалың жұрттың ортасында тұрып қалды. Басы төмен салды. Алып кет мұны, деді енесі оған. Ұят болды. Күйеуі Зылиқаның қолынан ұстады. Қатты емес, бірақ бұрынғыдай да емес. Жүр, деді ол қысқа ғана. Зылиқа қолын тартып алды. Жоқ, деді дауысы дірілдеп. Бұл жолы мен кетпеймін. Жұрт тағы күлді. Жындыға ерік беріп тұр. Құдықтан бала табатын болды. Сол кезде Зылиқа құдыққа қарай еңкейді. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей соқты. Балам, деді сыбырлап. Қорықпа, жұрттың арасынан бір әйел күлуін қойды. Құлағын түрді. Тссс, деді ол. Тыныш, бір сәт. Құдық түбінен әлсіз қарлығыңқы шиқыл естілді. Бұл жолы Зылиқа емес, тек 2-3 адам тағы анық естіді. Күлкі бірден тынды. Адамдар бір-біріне қарады. Ешкім сөйлемеді. Сен де естідің бе? Деді біреу сыбырлап. Зылиқа көз жасын ұстай алмады. Мен жынды емеспін, деді ол. Мен тек анамын. Күлкі қайтып оралмады. Ауыл адамдары құдыққа енді басқаша қарады. Бұрын су алатын орын еді, енді бір қара тесіктей, ішінде бір тағдыр тығылып жатқандай. Арқан әкеліңдер, деді бір ақсақал. Ақырын ғана. Біреу жүгіріп кетті, екіншісі үнсіз қалды. Үшіншісі Зылиқаға қарады. Алғаш рет мазақсыз. Арқан әкелінді. Ескі, бірақ беріп. Еркек түссін, деді біреу. Қатын адамға болмайды. Зылиқа басын шайқады. Жоқ, мен түсем. Сен бе? Деді енесі. Жындысың ба? Иә,
деді Зылиха тыныш қана. Бірақ ол менің балам. Бұл сөз жұртты тағы да үнсіз қалдырды. Күйеуі бір қадам алға шықты. Мен түсем, деді ол. Зылиха оған қарады. Көзінде өкініш жоқ, сенім де жоқ. Сен қорқақсың, сен қорқасың, деді ол жай ғана. Ал мен қорықпаймын. Ол орамалын